Siz mi bayka bu yakta? Siz mi? Охранасыз mı? Mo platный bu yak. Станция konuş mu kabul? Ayaktan benim. Станция veres mi? Yok. Nega platный? Kan platный oldu tane? Burada ne mi dip servisin yeri? Dip servisiniz mi? Ondan bir yak platный. Ondan. Noç. Bu yak ne mi? Dip servisin su. Modelden akça alasız mı? Bu yak bir siyakta cik. Qaysi kishi? Жүріңіз sana Şu görelim. al orta var şu yerden. Siz qayerden alasız? Oy men o yak nakıdan almayımın. Ha moğul dip servis niye olsun? Жүрсеңіз kim alып atады ақша? Maşineleri koyup bu yakta. Mamleketin bizim yerde. Ya. Dip servis olsa zaten üçün arasında berip bizi emecer. Munisipal necer. Dip servisin sulular maşineleri iştegenler koyup. Bu kaçta dip servis? Bu kadar çıkıyor. Ama mit mi? Mit mi? Ava. Мамлекеттік мекеме бұлдар? Ava. Мамлекеттік мекеменің асты ешқандай тосқонға Yani tiyaka gibi. Ақша алғанға ешкім мүмкін. Girip айтtılar men bizden. Оны алыңыз бәке, вообще қойбаңыздар bu yakında. Tiyaka айтtılar mı айтtılar? Жоғалтыңыз мұны, вообще керегі жоқ. Жоғалтқыла вообще бәке. Tiyaka айтtılar. Жоғалтқыла, қой бағала, адамдар машина қойыш керек bu яқтарға. Сілер қалағанда келіп тосол маған. Келсін, требует еткен кişi келсін. Келсін маған соңыз. Шақырыңыз бәке. Мына достар, мұны төбеле көрінген жерге жиптерді қойып, қалағандай меншікті алғандар тура емес. Platный емес та бекер барыз. Мына достар, бұл ешкім тосқонға онда қылғанға ақысы жоқ. Келді. Достар, мына Московский Разахова көшесіндеміз. Монтелік көшелерді елеп, мондай торговый центрлер, башқалар қадимкідей эле қызылдай ақша жасап, ешбір жаңағындай платный болып отқандығы, төлемдері жоқ эле, станция жоқ эле. Жөн эле ушундай жиптер, зымдармен қосып алыптыр да. Бұл вообще тура емес. Бұларды мусорға ыргытыш керек. Бұл жаққа келсеңер, ақша төлебей де қойғыла бұл жаққа. Ешкім ақша салған ақысы жоқ. Вот, көрдіңіздер ме достар, сілер жана жоғарыда айтқанда бұлар ақша жасап атқанын бұл жақтағы охранник айтып берді жана. Айтқанда жоқ. Мұны немесі оқыды. Моға жатқанда қандай сенің құқың бар, айтшы. Бұл құқыңар жоқ бұл жерде сілер тосқанға. Момда штаб қой. А сілердікі бұл? Штаб қой мұны. Кімдікі? Штаб қой тәті яқы. Кімдікі дейін? Жоқ. Штаб қой. Сіз қандай отношение имеете ошоға? Жоқ, тәті яқы штаб қой. Бұл Олимп деген компанияның охранасы екен. Жоғарыда ақша жасап, жоғарыдағы Сенден мен ақша сұрадым. Охрана айтқандай, ұшылар ақша жасайды екен. Ешкім жазабайды бұяқта, ешкім жазабайды. Штаб қой бұяқта. Штаб қой бұяқта. Между прочим, Сіздікі болса, эмне жоса мусорға вырытты. А бирок машинеңе салып, любой чатыр Саба зафиксирует там номер. Это не наши имущество, ребята, это их. Ну да. Вы туда идите, там с ними разговаривайте. Что, мусор как там? Это не наше имущество, говорит, это Россия бизнес-центра. Анан бир суу давалды дейсиздер ана. Бар эсине тапшырып, анан айтат ана писал. Как там мусор не только бияқта да қашай? Сене мусорга дос этек тапшырып. Жүгілі ошо мусор. Сен көп выступать етпейші сен камераңға алдығына блогерлерін далаға келгем жақта.
Мына достор, мусоркага салдык. Бул жерден канчасы акча жасап, канчасы ошол жерден өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарына пайдаланып, жеке менчик машиналарын коюп алып, башкаларга мүмкүнчүлүк бербей келгендигин көрдүңүздөр. Бирок андай кылганга булардын эч кандай укугу жок.